Күннің шуағы көрініп, тіршілік басталды. Жаңа күніңізді Қазақ радиосымен бастаңыз. Қайырлы таң, Қазақ елі. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы, арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Жол үстіндегі жолаушыларымызға сәт сапар, көлік тізгінінде абай болыңыздар. Қазақ радиосының тікелей толқынында Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Біздің байланыс нөміріміз дәл қазір сіздер үшін қосулы. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Әр таңда арман тілек орындалсын. Бүгінгі естір жаңалық жағымды, көңіл күй көтеріңкі болғай. Ұлт жаршысы, ұлы дала үні, ұлттық құндылықтарды ұлықтаған қастерлі шаңырақ. Радионың іске қосылғаны бұл біздің қазақ халқына өте керемет. Өйткені қазақтың жері байтақ, кең, алыс. Тарландар мен таланттардың ордасы, мәдениет пен руханияттың ордасы. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Қазақ радиосының дикторы Сауық Жақанова. Сайын даланың тынысын сөзбен суреттеп, алаш аспанын әуезді әнмен әрлеген қазақтың радиосы. Радио менің ғұмырым, радио менің өмірім. Орынбор, Қызылорда, Алматы, Нұр-Сұлтан, ел астаналарымен бірге жасап, бірге жаңғырған Қазақ радиосы. Мемлекеттің қолындағы бір тәрбие құралы ол Қазақ радиосы деп есептеймін. Ардақты ардагерлер, жаңа буын, жаңа деңгей. Материалдық техникалық базасы толығымен жаңартылды. Ғасыр белестері, тұтас тарих. Қазақ радиосына 100 жыл. Орынбор, Қазақстанның алғашқы астанасы. Байтақ даланың ақпарат кеңістігіне алғаш болып үн қосқан кеңестік елдің бас қаласы. Осыдан дәл бір ғасыр бұрын. Дәл осы жерде 1921 жылдың 1 қазанда ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсыновтың бастамасымен алғашқы радио ақпарат тарата бастады. 21 жылы 29 қыркүйекте Қазақ автономиясының жергілікті жерлеріне радио хабарын тарату керек. Ол осында жұмыс істеп атқан мынау Орынбордағы радиостанцияға жүктелсін. Ол қазанның 1-нен бастап 1600 сөзден тұратын радиобюллетенді таратсын деген шешім шығарды. Міне сол шешімнің негізінде бұрында жұмыс істеп келген радиостанция кәдімгі Қазақ радиосының образына келді. Ол тура қазіргі Қазақ радиосының ісін өз деңгейінде ұйымдастырды. Тарихқа сәл шегініс жасасақ, алаш арысы Ахмет Байтұрсынов 1919 жылы Қазақ өлкелік комитетінің төрағасы Станислав Пестовскийдің орынбасары болып тағайындалды. Көп ұзамай екі басшы да Лениннің қабылдауында болып, кеңес көсемі қазақ жерінде граммофон мен пластинкалар тарату туралы тапсырма береді. Жалпы қазақ радиосының тарихын 3 кезеңге бөліп қарастыруға болады. Орынбор мен Қызылордадағы ақпарат таратқан кезеңі, одан кейін ұзақ жылдар Алматы қаласынан ақпарат таратқан және қазіргі заманның жаңа заманауи ғимараты Қазмедиа орталығынан ақпарат тарата бастаған кезеңі осы бүгінгі дейін. Оның тарихына қатысты іргелі ғылыми еңбектер шыққан, оның барлығы баспасөз беттерінде жарық көрген. Қазақ даласында радиостанциялар бұған дейін де жұмыс істеді, бірақ олар әскери және әскери теңіз флотына қарасты болды. Яғни, ондай орталықтар тек байланыс құралы ретінде қолданылды. Араға уақыт салып Қазақстанның астанасы ауысты. Қазақтың радиосы да елдің бас қаласымен бірге Қызылордаға қоныстанып, 1926 жылдан бастап әуе толқынына сыр елінен шыға бастады. Сол кезде қазақ театрының негізі қаланып, радио жұмысына Жұмат Шанин бастаған театр өкілдері, ақын Иса Байзақов, жез таңдай әнші Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебековтер атсалыса бастады. Алматы, 1931 жыл. Ахмет Байтұрсынов негізін салып, Сәкен Сейфуллин сөз сөйлеген Қазақ радиосы Алатаудың етегіне бет алып, елдің бас қаласынан хабар таратуға көшті. Алғаш ақпарат құралы ретінде тіркелген радио бірнеше тілде хабар таратты. Басында 4 сағат,
уақыт өте эфир уақыты 12 сағатқа ұлғайды. Алматтан сөйлеп тұрмыз. Сол жылдары Әнуарбек Байжанбаев, Қалибек Қуанышбаев, Кененбай Қожабеков, Кәукен Кенжетаев, Абай жолы романын оқып, аудиоспектакльдар беріле бастады. Қазақ радиосында еңбек еткен әрбір тұлға ерекше дауыс ырғағымен ерекшеленді. Ал олардың ішінде қазақтың левитаны атанған Әнуарбек Байжанбаевтың орны өз алдына бір бөлек. Қазақ журналистикасының артықшылығы жазғанда көрген, сөйлегенде көрген, әуезді. Неге Байжанбаевты басымызға көтереміз? Байжанбаев анау хабарды оқыған кезде үн реңдеріне өте мән береді. Паузаларға ортасында өте үлкен мән береді. Яғни мынау сөйлеудің өзі бір сөз сен де айтасың, мен де айтам, басқа да айтам. Сонда бір айтады қазақ, аузы дуалы кісі. Яғни ана кісі соған керекті интонацияны, дауысындағы реңдер, үн реңдер адам көзіне көрінбейді. Бірақ сенің мына миыңа нең әсер ететін, психологияң әсер ететін дүние көп. Міне осы жағынан келгенде біздің қазақ халқының арасында сөзге өте мән берген. Осылай Қазақстанда радио журналистика қалыптасты. Шығармашылық ұжым құрылды. Түрлі жанрдағы хабарлар тыңдаушыға жол тартты. Музыкалық туындылар бірінен кейін бірі жарық көріп, әуе толқынында ән мен жыр төгілді. Соңғы ақпараттар сағат сайын беріле бастады. Сол кезде қазақтың рухын асқақтатқан құнды дүниелердің бәрі де алтын қорда сақтаулы. Күреш Байсейітова 48 жылдан бастап сақталған. Хабар болса үлкен таспада болады да, бұл кішкентай пленкада болғаннан кейін әндер болады. Мұхали Мақатаев, Ақмаңдайлым жайлы өлеңі қалай шыққан сол жайлы айтылады. Левитан, Юрий Борисович Левитандікі дауысы, Сталиннің дауысы. Көп бізде енді. Мұстафа Шоқайдың дауысы бар. Әміре Қашаубаевтың 5 әні бар. Ол кісіні Жарқын Шәкәрім ағамыз Москвадан әкеп бізге сақтауға келген. 40-шы жылдары қазақ радиосы патриоттық хабарларға басымдық берді. Қазақ жауынгерлердің соғыс жылдарындағы ерлігі, тылдағы тынымсыз еңбек, майданға жасалған көмек кеңінен айтылды, насихатталды. Ассалаумағалейкум, қазақ қырғыздың ақсақалдары. Армыңыздар апаларым, жеңгелерім, амансыздар ма құрбы құрдастарым, інілерім, келіндерім, қарындастарым, балаларым. Биылғы жылғы мереке тек советтер халықтар үшін мереке емес. Барлық адал ниет, прогрессивтік елдер үшін өте үлкен мереке. Ал 1957 жылы радио және теледидар мәдениет министрлігі құрамынан бөлініп шықты. Және КСРО министрлер кеңесінің жанынан радио және телехабарлар тарату жөніндегі комитет құрылды. Ал оған әр жылдары елімізге белгілі тұлғалар басшылық етті. Қазақ радиосында дикторлар мектебінің негізі қаланды. Қазақ радиосының алғашқы дикторы Мина Сейітованың небәрі 15 жасында жұмысқа қабылданғанын айта кету керек. Ол ашаршылық пен нәубет жылдары, одан кейінгі соғыс жылдары қайғылы да қуанышты хабарларды әуе толқыны арқылы жеткізіп отырды. Жеңіс туралы жаңалықты да Мина Сейітова жария еткен еді. Оның өнегелі жолын кейінгі буын жалғастырып әкетті. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Алматы уақыты 12 сағат 30 минут. Микрофон алдында Қазақ радиосының дикторы Сауық Жақанова. Тіл мен сөйлеу мәдениетіне Қазақ радиосының қосқан үлесі орасан. Өйткені радиода әр жылдары белгілі актерлер мен әншілер дикторлық қызметке тартылды. Режиссер Шәкен Айманов диктор болды. Қазақстанның халық әртісі Зәмзагүл Шәріпова мен Мұғағали Мақатаев әдеби хабарларды жүргізді. Сауық апай, Қазақ радиосының қара шаңырағына, Алматы студиясына қош келдіңіз. Алғашқы сауалым, сіз Қазақ радиосына алғаш қай кезде және қалай келдіңіз? Менің қара шаңырағым деп есептеуіме болады Қазақ радиосын. Қазақ радиосына мен сонау 66 жылы университетті бітіре салысыменен келдім.
бірақ бірден қабылдамайды екен, практикант деп, ең бірінші телевидениядан үйреніңіз деп, мен бір 2-3 ай телевиденияда жұмыс істедім. Сосын барып облыстық радио ашылды, Қазақ радиосының жанында, ол да Қазақ радиосына жатады, бірақ Алматы облыстық радиосы деп аталынады. Міне сол Алматы облыстық радиосына жіберді. Даусым ба, барлығы келіңкіреген болу керек. Мені 1-2 айдан кейін, 1 жыл емес, 1-2 айдан кейін Алматы қалалық, бүкіл республикалық орталық Қазақ радиосына жұмысқа алды. Мен сонда 21 жаста екенмін. Ұжымдастыру, тың игеру, халық шаруашылығын қалпына келтіру, Юрий Гагариннің ғарышқа ұшуы, индустриализация. Бұның бәрі Қазақ радиосының назарында болды. Дикторлар мен тілшілер арқылы жеткізілді. Қазақ радиосында 35 жыл бір жерде жұмыс жасадым. 18 жастан астау осы жерге келдім. Содан кейін мен жаңағы 23 жылға таяу тілшілер бөлімінде қызмет жасадым. Кіші редактор, жай редактор, аға редактор Қазақ радиосының бөлім басшысы болдым, тілшілер бөлімінің. Ол үлкен бөлім. Бұл тілшілер бөлімінде 34 тілшім болды. Қазақ радиосының қазақ музыкасына қосқан үлесі ұшан теңіз. Өйткені алтын қордағы әуендер мен әндердің көбі алғаш осында жазылды, өңделді, орындалды. Мен консерваторияда 7 жыл оқып, содан кейін оқуды аяқтағаннан кейін сол кездегі заң бойынша жолдамамен опера театрына келгем Абай атындағы. Сонда бір жазушылардың үлкен бір жиыны өтті опера театрында. Біз сол енді опера театрының жас әншілері сол жиынның соңына концерт бердік. Сол жиында бір үлкен кісі келіп, айналайын ат жөніңді бұрын бір-екі рет бір жаңа әнін тыңдап едім, қай боласың, қашан істебетін деп бір кісіме таныстым. Сөйтсем ол кісі Қазақ радиосы мен телевизиясы комитетінің басшысы Кенжеболат Шалабаев екен. Сөйлесек жөнімді айттым осылай. Ауылдың баласымын, 2 жыл қой бағып келдім. 2 жыл қой баққанда да Спидолы деген радио сондай аппараты болушы еді. Соны сатып алып, қоржыныма байлап қойдым. Күні түні радионы тыңдайтынмын. Өнерге жақындауыма да сол Қазақ радиосының себебі болды. Содан кеп консерваторияға түсіндім деймін ғой. Сол кезде біраз мәзбіп күліп алды да, айтты, айналайын, сен осы бізге радиоға келсеңші. Музыка редакциясында редактор болып, мұны айтатын әндеріңіз көбін сол радионан айтуға болады, алдымен радионан айтсаң, ел сенің кейін бәрі қабылдап кетеді. Сол мені сол шақырған сол радио телевизияның комитетінің басшысы Кенжеболат Шалабаев ағай болатын. Қазақстанның халық әртісі Ескендір Қазанғалиев пен Нұрғали Нүсіпжановтың орындауындағы Арыстың жағасында әні де осында жазылды. Қазақ вальсінің королі атанған Шәмші Қалдаяқов пен Ақиқ ақын Мұқағали де осында қызмет етті. Қазақтың зиялыларының барлығы, өнер адамдары, әртістер, мен өзім жас журналист болып жүрген кезде мен саған айтайын, біздің радио комитетте, радио телевизия комитет деген болды, сонда көрмейтін адам жоқ болды. Небір аузынан құс түстеген кісілердің бәрі сөйтеді. Құдайдың құтты күні, Ермек Серкебаевтар, Бибігүлдерің сөйткен, Роза Бағлановаларың, тарихшыларың, небір артистер Қазақстан радио театрында. Жастардың аузында құс түстеген мықты таланттары ұшқыннан шықпайды. Балалардың журналистері, ақындары, сол күні проза жазатындар, балалар әдебиеті, жасөспірімдер әдебиеті редакциясынан шықпайды мәселе. Музыкалық редакция деген болды. Онда бүткіл композиторлеріміз, артистеріміз, әншілеріміз сонда. Ұлт мәдениетінің жауһарына айналған классикалық шығармалар, күміс көмей әншілердің туындылары, кинолардың дубляжы, бәрі де осы студияда дыбысталды, жазылды. 70-ші жылдардың басында мына жаңа ғимаратымыз берілді. Мына бүгінгі мына студия ашылды. Ол біз еліміз үшін үлкен бір
қуаныш болды. Өнердің, әдебиет, мәдениеттің базары болып жататын. Оның ішінде сол жаңағы Шерхан ағалар, өзбек әлі көкелеріміз, сол сияқты қазақты мықты майталман мамандары бәрі осы ел алдында жүретін, студиядан қарсы алып шығарып жүретін кісілердің ішінде сол Жантөрин ағамыз, Ыдырыс Ноғайбаев, сосын менің де өзімнің жақын достарым Сәбит Оразбаев, Асанәлі Әшімов, Әнуар Молдабек сияқты жігіттермен қауышып, үйге келген қонағымыз сияқты сосы күндізін шапқылап, соларды қарсы алып шығарып алып жүретінбіз. Алтын қордағы туындылардың бәрі көркемдік кеңестің қатаң іріктеу арқылы қабылданды. Құрамы ауызы дуалы тұлғалардан тұратын кеңестің мақұлдауынсыз эфирге жол берілмейді. Мен 1979 жылы Қазақ радиосына келдім. О кезде редакцияның аты музыка хабарлар бас редакциясы деп аталатын. Бұл ұжым осы радио ішіндегі ұжымдардың ең үлкен ұжым болатын. Екі оркестр жұмыс істеді. Эстрадалық симфониялық оркестр және камералық оркестр. Және әншілер тобы болды. О кезде білесіздер, Суат Абуситов ағамыз, Рашид Мұсабаев ағамыз, Лаки Кесоглу, Зейнеп Қойшыбаева, Люция Төлешева, Венера Қармысова, Ескендір Хасанғалиев ағамыз. Сол кісілер бәрін несі осы қорға шығармалар жинау болды. Бұл енді қор кезінде Ахмет Жұбан, Латиф Хамиди, Борис Ерзаковичтер бастаған қор болатын. Қазіргі күні Қазақ радиосының алтын қорында 100 мыңнан астам үнтаспа сақталған. Соғыстан кейін, яғни 1948 жылдан бастап жиналған материалдардың 95% қазірде сандық форматқа көшірілді. Бізге Москвадан осы 1-2 жыл бұрын келген комиссия мүшелері. Сол кезде бізде таң қалды. Бізде дегенмен жоқ дүниелер сіздерде бар екен деп. Алтын қазына деп айтуға болады енді. Бұл жерде музыкалық хабарлар бар, әдеби хабарлар бар, радио қойылымдар сақталған. Әртүрлі жанрда бізде бар. Қазақ радиосы ұлт руханиятының алтын діңгегіне, ұлттық дәстүр мен әдет-ғұрыптың, өнер мен мәдениеттің қайнаған ортасына айналды. Мысалы, мен келгенде музыка хабарлар бас редакциясының бас редакторы Илья Жақанов деген ағамыз болды. Оны жақсы өздеріңіз де білесіздер. Композитор, жазушы, ақын. Мысалы, Қазақ радиосында сақталған музыкаға байланысты мына әнші, композитор жөніндегі дайындалған хабарлардың бәрі осы Ілекеңнің жазып кеткен дүниелері. Әлі күнге дейін ол хабарлар эфирден беріліп отырады. Енді мен келгенде көп адамдар алғаш кезінде маған қамқорлық жасады. Енді жай редактордан бастағам, содан бас редакторға дейін көтерілдім. Қазақ радиосы қаншама таланттарды тәрбиеледі. Оның қабырғасында қаншама дара тұлғалардың шығармашылығы шыңдалды. Ал олар жасаған түрлі жанрдағы хабарларды кішкентай баладан бастап, еңгейген қарияға дейін сүйсіне тыңдады. Балалар редакциясының хабарларын жүргізіп жүрдім. Онда балаларға жасандысыз, өзіңнің қатарың тең сияқты сөйлеу керек қой, сөйтіп сөйлеп үйрендім. Сонда мен қасыма бір күні Әнуарбек Байжанбаевты шақырдып, сонда Әнекеңнің қасы мысы басты манеменен мен кішкене жаттығып қалған, үйреніп қалған адаммын, бірақ оқи алмай, сөйлей алмай, осы абдырап қалдым. Содан Әнекең, сен қайда келдің? Радиоға келдің. Сен ұмыт қайда кім екеніңді, ұмыт жан-жақтың бәрін, ұмыт сенің ойыңның бәрі мына хабардың ішінде болатын болсын. Егер сен өйтіп уайымдап қорқатын болсаң, онда мен сенімен бірге әрі қарай жұмыс істемеймін, сенімен бірге оқымаймын деп мені қайрап қойды. Советпенен Әнекең мені жанынан тастамайтын болды. Бір айта кетері, кеңестік Қазақстанда дүниеге келген төл туындылардың негізі социалистік болғанмен, музыканың мазмұны, хабарлардың сипаты ұлттық бағытынан айныған жоқ. Осылай қазақ өнерінің өрісі кеңейді, ұлт рухы асқақтады.
дайындық бөлмесінде пианиноны ақырын сау-сауға басып, соны үйреніп отырсам, нотасымен. Артынан, жас жігіт, атың кім сенің дейді біреу. Бұлай жалт қарасам, артымда Нұрғизаға отыр, ол кісінің сыртынан көрген бір-екі бір жиналыста. Бірақ жақын таныспаған кезім. Сосын орнымнан ұшып тұрып, сәлем беріп сөйтіп жатырмын, сөйірді танысқанбыз өзімен. Сол таныстығымыз 51 жылға созылды. 51 жылдың ішінде маған 40-50-дей ән жазды. Тіпті мен жеке меншік әншім дейтін. Жалпы мен Нұрағаның да, Шәмші Қалдаяқовтың да, Әсет Бейсеуовтың да жеке меншік әншісі болдым. Қазақ радиосы Алаш аспанын әнге бөліп қана қоймай, қазақ сахарасының хабаршысына айналды. Ел ішіндегі айшықты оқиғалар мен алыс жақын мемлекеттердегі жаңалықтардың бәрі радио арқылы Бұқараға жетті. Қазір мінекей 100 жылдықты атап өтіп жатсақ, сол 100 жылдың 50 жылынан артығын Қазақ радиосында өткізіппін ғой. Эфирді студияны сағынасыз ба? Сағынғанда қандай. Түсімде де, өңімде де кетпеді деген сөз ғой, миымның бәрінде Қазақ радиосы. Иә, қазақтың радиосы журналистика саласының ауқымын кеңейтті. Ақпарат саласындағы жанрларды толықтырып, үлкен күшке айналды. Қазақ радиосының бір күндік эфирі Қазправданың 10 нөміріне татит деген теңеу тегін айтылмаса керек. Телевидение іске қосылғанға дейін қазақ радиосы ұлы далаға, Қазақстанның түкпір-түкпіріне ақпарат тарататын бірден бір құрал болды, газетпен қатар. Осы ретте бұл үдеден қазақ радиосы қазірде шығып отыр. Қазақстан тәуелсіздігін алды. Қазақ радиосы егемендік жылдары елмен бірге қиында күрделі кезеңдерді бастан өткерді. Ал радио жас мемлекеттің әрбір белесін тыңдарманға жеткізіп, айшықты оқиғалардың ортасынан табылды. Қазақ елінің азаттық алғанында алғаш әуе толқын арқылы тарады. 1991 жылы тұңғыш ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіровтың аспан әлеміне самғаған сапары. Міне қазақ радиосы басқа радиолар емес шыққандай. Телевидение емес, тек қазақ радиосы Байқоңырдан тікелей репортаж жүргізді. Бұл үлкен сенсация болды. Тәуелсіздігіміз жарияланған кезде бірінші болып тәуелсіздіктің жарияланғанын әуе толқыны арқылы айдай әлемге хабар берген қазақ радиосы. Тәуелсіздікке бастаған кешегі желтоқсан оқиғасы да қазақ радиосы тілшілерінің назарында болды. Ал сол кездері қазақ жастарына жабылған жаланы жұртқа жария еткісі келмеген редакция қызметкері жазаға тартылған еді. Ол кезде мен енді ақпарат бөлімінің меңгерушісі едім. Мен қолыммен ғана өтетін, соны қысқартқан жерлері эфирден берілмей қалды. Сонымен баппенен жұмыстан шығарылды, 5 жыл үй қамақта отырдысын. Және еш жерде жұмысқа алынбасын. 90 жылы мен ақталдым. Сонымен 2003 жылға дейін мен қызмет еттім бұрынғы орында. Егемендік алған жылдардағы дағдарыс қазақ радиосына кері әсерін тигізбей қоймады. Қаржы тапшы болды, жаппай қысқарту басталды, жалақы мардымсыз еді. Алайда қазақтың қара шаңырағы мен қалың Бұқара арасындағы байланыс үзілген жоқ. Мен Казгудың 5-ші курсының студенті болып жүрген кезде қазақ радиосына келдім. Бұл 1967 жыл болатын. 30 жылға жуық өмірім соңғы хабарлар, жаңалықтар бас редакциясында өтті. Қазақтың қара шаңырағында жұмыс істеу кез келгеннің басына бұйыра бермейтін бақыт. Өйткені дикторларға, журналистерге қойылатын талап қатал болды. Ал радио табалдырығын аттаған жас буынға алдыңғы буын барынша қолдау білдіретін. Әдеп келген жерім менің соңғы бар редакциясы. Сонда бұрыннан істейтін Руслана Құдайбергенова деген жас қыз мені тәрбиесін алып үйретті. Қазақ радиосы тәуелсіздік жылдары елмен бірге еңсе тіктеп, Алматы студиясы заман талабына сай техникамен жабдықтала бастады. Қызметкерлер баспанамен қамтылды. Ал эфирдегі қазақ тілді бағдарламалардың үлесі 90%-ға жетті. Сонау Канададан хат жазатын,
сондай жерлерден Қытайдағы қазақтар қазақты тілін сағынғандықтан, қазақты сағынғандықтан қазақ радиосын рұқсат бермегеннің өзінде де кешке жақын түнгі 12-ден кейін жастығымыздың астына тығып алып сөйтіп тыңдайтынбыз қазақтың тілін деп отыр ғой. Сондықтан қазақтың тілін, қазақтың қазақ екендігін бірінші дүние жүзіне таратқан бұл қазақ радиосы ғой. Радио жүргізушілері телеарна дикторлары сияқты көпке танымал емес. Себебі арнадағыдай экраннан көрінбейді. Тыңдаушы оларды тек ерекше дауыс арқылы ғана білетін. Ал олар жеткізген ақпарат тек сөз құдірет арқылы суреттелді. Қазақтың бай тілі арқылы бейнеленді. Ақпарат бас редакциясының ерекшелігі басқа редакциялардағыдай емес. Ал біз дәл сол күні, дәл сол сәтте, я болмаса ертең болатын оқиғаны алдын ала айтып отыратынбыз. Шығармашылықтан бөлек радио хабарларды дайындау, эфирге беру, техникалық процесс өз алдына бір бөлек, әрі күрделі шаруа. Бізге журналистер текст жазып әкеп береді, сосын мен қарайым, кімнің даусына бұл келеді екен. Мүмкін автордың өзі оқиды екен, или болмаса дикторға береміз бе, болмаса артистер шақырамыз ба деп. Мен көбісінде өзімнің хабарыма Әнуарбек Байжанбаевпенен Мырзабек Қуатбековті алатынмын дикторлардан. Сауық Жақанова кейде оқитын, а көбісінде мен театрдан шақыратынмын. Қуана қауышқан ардагерлер. Ұлт мүддесі үшін аянбай еңбек еткен кешегі ұлағатты ұжым. Бүкіл өмірін радиоға арнаған алдыңғы буын ағалар. Сан жылдар бойы қазақтың ұлан ғайыр даласын ақпаратпен қамтып, әнмен әрлеген ардагерлер қара шаңырақта қонақта. Шынын айтсам, мына қазақ радиосы маған өте ыстық. Өзім туған үйімде. Егер өз қызметіңді, өз жұмысыңды бағалай білсең, өзіңді жақсы көрсең, одан үлкен бақыт жоқ. Эфир алдындағы кешегі қарбалас, күндегі қауырт жұмыс әлі күнге ардагерлердің көз алдынан кеткен емес. Көптен бері көріспеген кешегі әріптестер бұрынғы жұмыс орындарына жайғасып, өткенді еске алғанда ерекше тебіренді. Еліміздің ең ірі ақпарат жүйелерінің бірі саналатын қазақ радиосында соның жаңалықтар қызметінде жұмыс істеу мен үшін мақтаныш. Пікірлер мен сұхбаттарды WhatsApp арқылы, аудио жазбалар арқылы алып, тыңдармандарға ұсынамыз. Қара шаңырақта кездескен бүгінгі ардагерлер бір ғасырлық тарихы бар радионың шежіресін бірге жасады. Бәрі де жастық шағында келіп, зейнет жасында демалысқа шақты. Бірінші ауыл өмірі бас редакциясы жұмысқа режиссерлыққа жіберді. Ұшқын деген хабар жасадық, сәлематсың ба замандас деген хабар жасадық. Кейіннен мені композитор, жазушы Илья Жақанов өзінің редакциясына шақырды. Менің де көп біраз еңбегім сіңген екен осы қазақ радиосы деп кейде мақтанып та қоямын. 40 жыл жұмыс жасадым осы қазақ радиосында. Радионың ерекшелігі оның таралу ауқымының кеңдігінде. Оны кез келген жерде, кез келген уақытта уақыт бөлместен тыңдай беруге болады. Өзге ақпарат құралдарына қарағанда аудиториясы үлкен, мүмкіндігі мол. Барымыздың бауырым бағдарламасы арқылы қаншама жандардың бір-бірімен табысуына себепкер болса, мың алғыс қайырымдылық бағдарламасы арқылы көмекке мұқтаж кейіпкерлермен қайырымды жандардың арасына алтын көпір болып келеді. Осы 4 жылдың ішінде 200 миллионға жуық теңге көлемінде кейіпкерлерге қаржылай көмек көрсетіліп, 25 баспананың кілті қайырымдылық қорлардың қолдауымен табыс етілді, және Барымыздың бауырым бағдарламасы аясында 120-ға жуық дерек анықталып, кейіпкерлер бір-бірімен табысты. Елорда 2012 жылы қазақ радиосының жаңа дәуірі басталды. Ел астаналармен бірге көшіп, бірге жаңғырған радио ұжымы тарихи датаға айналған 1 қазанда арқаға қарай бет алып, Қазмедиа орталығынан цифрлық форматта хабар таратуға көшті. Материалдық техникалық базасы толығымен жаңартылды. Ішкі контенті толығымен өзгерді. Қазір қазақ радиосы ақпараттық, сараптамалық, әлеуметтік, экономикалық хабарларға көбірек екпін береді. Байқасаңыздар, жалпақ тілмен айтқан кезде толық радиоға айналды. Бүгінгі таңда қазақ радиосының таралым ауқымы еліміздің 90%-ға жуығын қамтып отыр. Бұдан бөлек шекаралық аймақтардағы елді мекендерде радио таралым ауқымын кеңейтудің жол картасы бекітілген. Соның аясында биыл Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Түркістан облыстарына жаңа 107 жиелік алынып отыр. Демек, осы алдағы уақытта
бірнеше кезеңменен шекараға жақын орналасқан елді мекендерде де қазақ және шалқар радиосының үні жетеді. Қазақ радиолары. Бұл 2017 жылдың қаңтар айында құрылған серіктестік. Оның құрамына Қазақ радиосы, Шалқар, Астана және классик радиолары кіреді. Қазіргі күні бір шаңырақ астында біріккен үлкен ұжымда 100-ден астам қызметкер істейді. Жаңа толқын, жаңа буын, жаңа деңгей. Кешегі қаламы қуатты қаламгерлердің өнегелі жолын бүгінгі жалындаған жастар заман талабына сай жалғастырып әкетті. Осыдан бірнеше жыл бұрын Мәскеуде байқау өтті, 10 мемлекеттен 109 диктор қатысты. Менің бір ерекшелігім, мен қазақы мақамда мінерде оқыдым. Арнайы жүлде деген болды. Осы арнайы жүлде деді, сол жүлдені табыстады. Европада байқау болды, ол жерде де жүлде бұйырды. Заман өзгеріп жатса да радионың рөлі ортайған емес. Бұл автокөлік санының артуы мен құймағылық арқылы ақпарат алып үйренген халқымыздың ерекшелігі болса керек. Бір айта кетері, көптен бері радиоға ат ізін салмай кеткен әкімдер мен орталық орган басшылары да соңғы жылдары тұрақты түрде сұхбат беріп келеді. Бұл да әуе толқынының тиімділігін айғақтай түседі. Шын мәнінде қазақ радиосының тарихы қазақ елінің тарихымен астасып жатыр. Өйткені бір ғасырды еңсерген ұлт радиосы елмен бірге қатар дамыды. Сөз өнерінің сергелері осылайша елдің саяси, әлеуметтік, мәдени өміріне елеулі өзгеріс әкелді. Біз радио арна болып қана қала бермей, визуализация жағында қолға алдық. Бүгінде біздің өнімдеріміздің, радио өніміміздің 90% бейне форматқа көшкен. Бұл дегеніміз біз тыңдаушыны тартудың қосымша жаңа үлгілерін тартып жатырмыз деген сөз. Қазақ радиосының 100 жылдығына орай радионың төл мерекесі пайда болды. Сондай-ақ радио арна басшылығының бастамасымен тарихы қазақ радиосымен тығыз байланысты қалаларда жаңа көшелер ашылды. Президенттің тікелей бастамасымен қазақ радиосының ақпарат тарата бастаған күні 1 қазанды Қазақстандық радио күні датасы ретінде бекіту бастамасы болды. 3 бірдей өңірде қазақ радиосы көшесі ашылды. Оның ең бастысы менің артында тұрған қазақ радиосы редакциясы орналасқан Қазмедиа өзіміздің жаңа замандағы журналистердің үйі аталып жүрген Қазмедиа ғимаратының іргесіндегі бұрын атаусыз тұрған көшеге қазақ радиосының атауы берілді. Алматы студиясы іргесіндегі аялдамада енді қазақ радиосының атымен аталды. Ал Нұр-Сұлтандағы көшелердің біріне дауылпаз дикторы Әнуарбек Байжанбаевтың есімі берілді. Біздің тыңдап өскеніміз бұл әрине Байжанбаев, Қалмұрзаев, одан кейін Болат Бижібаев, Аманжан ағаларымыз, Бүркіт ағаларымыз, Құрманғазы ағаларымыз осы кісілердің барлығын тыңдап, Алтын Ордаға дауыстарын тыңдап, өзімізге алға бағыт қойдық. Сол дикторлардың, дауылпаз дикторлардың дәстүрлі жолын заңды және соған лайықты жалғау бізден мұрат. Азат елдің ағартушысы, жаңалықтың жаршысы атанған қазақ радиосының мерейтойы Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келді. Ұлт радиосы егемен елмен бірге әлі талай белестерді бірге бағындырып, елдің мерейін үстем ете беретініне күмән жоқ. Жасай бері Қазақ радиосы.